Бүгін қозғайтын тақырып кәрі қыздар немесе ажырасу туралы. Еркектердің үйленбей жүру себебі олар карьера қуып, машина, коттедж үй салу, машина алу, тағы басқасын жағдайын жасайын деп жүргенде 20-дан 30-ға, 30-дан 40-қа сөйтіп есейіп кетеді. Ал әдемі, көрікті, сұлу қыздар әрине әлбетте үйде отырады, үй шаруасымен айналысады, әке-шешесіне көмектеседі. Сондықтан да олар көп қыдырмағандықтан олар көбіне осылай отырып қалып, 30-40-қа келгенше жүріп, тұрмысқа шықпай, екі тізесін құшақтап күтіп отырады. Қашан бағым ашылады деп. Бірақ ол қызда, яғни кәрі қыз отырып қалған бақытты болуға лайықты. Барлық адамзат бұл дүниеге бақытты болу үшін келген деп есептеймін. Білмесең қадірін жігітіңнің, жалғыздық берер жазаңды, керісінше білмесе қадірін қызыңның, жалғыздық берер жазаңды деп айтады. Бір-бірінің қадірін біліп, бір-бірін сыйлап жүргенге жетсін дейсің. Егер еркек барлық жағдай жасап, алақанында ұстап қызды осылай бар тапқан таянған беріп, өмірін жақсартуға себепкер болса, онда ол жігітті кәдімгідей флаг қылып көтеріп жүруге болады. Ондай еркек біздің Қазақстанда саусақпен санарлық. Ажырасудың көбею себебін айтайын. Ажырасудың көбеюдің себебі, енді мысалы бір мысалға алайын. Мысалы Альфонс сияқты әйелдерді пайдаланатын еркектер болады. Жаңағыдай әйелдің ақшасына қызығып, әйелді пайдаланып кетуді ойлайды, арам ой болады. Ондай еркектерге дер кезінде қош айтысу керек, пока деу керек ондайларға. Сол мен сендерге беретін кеңесім, дер кезінде қош айтысу керек. Ондай еркекпен арпалыспау керек. Өзің өміріңді өзің сүріп, өзің рахатыңа, ләззатыңа өмір сүруің керексіздер қыздар. Біріншіден өздеріңді ойлаңдар. Өздеріңе сеніңдер, ешкімге сенбеңдер. Бұл өмірде түйгенім, ұққаным, әйел адам болсын, еркек адам болсын, екеуі де өзінің сана сезіміне, ой санасына, өзінің түйсігіне сену керек. Еш адамға сенбеу керек. Сол айтайын деген. Ақылыңа, ойыңа сенуің керексіз.